Assalamu alaikum, hurmetli do'stlar, hurmetli ag'ayin, bauırlar. Bugun bizler Takataşı rayonu Nayman ауыл fuqaralar жиындамыз. Мына Eldar деген жігіт мына елден халықтан bir көмек сұрап отыр, жәрдем сұрап отыр. Себебі бұл мына соңғы жылдарда bir мидан 3 рет операция болған екен. Мына соңғы 3-4 айда уже 2 рет операция болған, дәрі-дармаққа ақшам қалмады, соң үшін бір көмек керек болып тұр деп сіздерге бір ылтымас етіп отыр, өтініш етіп отыр. Елдар бір не қылса, бір өзің басынан әстен. Енді мына неде кейінгі сентябрь айында операция болдым. Миден осын бір ай жатып тұрып, ені операция болдым. Сентябрьдің 30-ында ені бір операция болдым. 2 мәрте операция болдым. Bir ayda 2 мәрте операция болдым. Başımda bir, ayağında bir operация болдым. Şuradan денсаулығым мазасы болмай. Грижа, шиш пайда болды да мына кәлледе. Шиш пайда болып тұрды, маза қашып қалды. Су жинағанда. Су жинап тұр. Енді андай шұнтып қоямыз дейді, шұнтып қойған енді тығылып қалады дейді, ол сәл апасын ақ дейді, шудан қорқын қарап тұрмын мен. Енді кейінгі мына емленулерге ұлыман ақша керек болып тұр да. Кейінгі емленулерге пұл керек болып тұр да, шу ақша халықтан бір ілтимас бір әкелер, өкелер бір ярдам берсеңіз yaxşı болар еді бір. Мына соңғы уақытлары мына көздің біруіне тәсір қылып кеткен. Көзім көрмей қалды. Bir жақ көзі көрмей қалды дейді. Көрмей қалды қазір. Екінші көзіме де тәсір етіп жатыр. Бұл шала көріп башлап жатыр енді. Екінші көзімен. Yaxşı еді, соң бұған бөлініп кетті. Енді шифа бір Алладан. Әйтеуір әуелі Алладан, одан кейін мына бір ел халқымыз не қылса бір пластик номер қоямыз. Сен өзің пластик номерің бар ғой. Пластик номерін қойсақ, әйтеуір бір мына қолы ұзын жігітлер, қолы ұзын адамдар, әйтеуір кім қолынан қанша көмек берсе, әйтеуір қанша бір не қылса, сауап үшін бір көмек берейік достар, ағайлар. Yardım berse yaşlıları tilavatla oturar idim. Bana şahsına rahatını koyup otursun. Şifa Allah'dan. Yardım sorup çıkmadım ben o halkta. Özümde sen haracatım boğun kılamaydıptı. Bu haracet bu olup жетіп тұрғанда o ешкім бірден көмек сұрамайды ғой. Сөйләжі болмай тұрғаннан кейін. Yardım sorup çıkıp oturma halkta. Ал құрметлі ағайын бір көмек беремен, жәрдем беремен дейтін инсанлар болса, сақи инсанлар болса, Найманкөл ауыл бұқаралар жиыны Найман көпірден бұрылып, Науқан қатардан оңға бұрылып бір 500 метр жүрсеңіз, мына алдыңыздан бір үй шығады, мына жігіттің үйі. Егер бір бұлайынша бір көмек келіп өзім көмек беремен деушілер болса, егер де бір мен барып жүруге қолым тимейді, шаруам бар дейтіндер болса, экранға пластик номерлерін қоямыз. Пластик номерлеріне телефон қылып, ақшаңызды